Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін өте жеңіл салат түрін көрсеткім келіп тұр. Менімен бірге болыңыздар. Бізге керек заттар: қияр керек, краб таяқшалары керек, қайнатылған жұмыртқа, қалбырдағы кукуруз, майонез керек, укроп керек. Алдымен краб таяқшаларын төрт бұрышты етіп турап аламыз. Төрт бұрыштылап жұмыртқамызды турап аламыз. Қиярымызды да төрт бұрышты етіп тураймыз. Укропты ұсақтап турап аламыз. Қыздар, мен міне салаттың құрамына керек заттардың бәрін төрт бұрыштап турап алдым. Енді маған кукуруз керек. Салаттың құрамына саламыз. Майонез саламыз. Салатымызға тұз қосамыз. Дайын болған салатымызды дұрыстап тұрып араластырып, әдемілеп тарелкамызға орналастырамыз. Салатымызды әдемілеп тарелкамызға орналастырып алып, үстіне жоғарғы жағына кукуруз салайық. Кукуруздың төбесіне укроп қыстырамыз. Қыздар, менің өте жеңіл краб таяқшаларынан жасалған салатым дайын болды. Ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.